Осылай отырып шай қасып алып турецкий сериалымды қарап отырсам, ұлым жүрші деп қоймайды. Не болды десем, жүрші деп қолынан тартқылап қоймайды. Содан не болды деп артынан еріп барсам, кел деп қоймайды. Не болды десем, ойыншықты көрсетіп тұр ғой маған. Кел ойыншықты ойнайық дейді ғой. Маған айтып тұрсың ба? Мен ойнайын ба ойыншықты деп. Ой, бұлардың бір демалыстарын ойыншық ойнамай. Бұлармен бірге ойыншық ойнамасың, үйде соғыс болады. Келш деп қоймай. Адам өзі бір сериалды көре қояйын десе, осы сериалда да көрсетпейсіңдер деп. Так, гүлім, бір айла таппасаң, бұлар сені отырғызып күнәңді көргізейін деп атқан жоқ деп. Ойыма бір идея келіп тұр, балалық шаққа бүгін оралайық дедім. Солай не керек, екі баламды киіндіріп алдым да, машинамы отырғызып алдым да, магазинге қарай зыттық қой, не керек. Ой, магазинге кіріп алып, в общем, не керек, шыға алмадық қой. 1,5 сағат дегенде магазинге шықтық. Онда да ойыншық алып, бір пакет бұрып, осылай шықтық. Деп әйтеуір үйге әрең жеттік та, сосын ойындағы осы балалық шақтың балдамы дейінші, балалық кезімізде өзіміздің мамаларыма рұқсат бермеген еді, енді қазір өзім мама болып, өзім рұқсат беріп жатырмын. Бұлардың ойынын бір қызықты қылып өткізейін дедім. Балалық кездегі осы ойындарыңыз естеріңізде ма? Ой, бүткіл көрпені барлық жапқышты әйтеуір тасып жүретін едік қой, әрі-бері мамамыз ұрсатын еді. Сонда да ойнап аламыз да, сол орнында жинамаймыз ғой. Қазір сол балаларға бір көрсетейін дедім. Қызықты ойын болып ойнасын. Бұларды қашанғы телевизор қарап бір ойыншықты ойнай береді дедім да. Магазиннен тәтті піттінің бәрін әкеліп алдық та, осылай екі балама осындай әдемі қызықты ойын ұйымдастырып бердім. Олар деген мәз болып деген ана жерде отырып жегенге оларға қызық болып ішінен шықпайды ғой. Сода не керек, ішінде бар ғой, 1,5 сағат па отырған шығар ішінде ойнап. Маған келген де жоқ, ішіне қызық көріп жүр ғой мына ойынның ішін. Ішіне ұйықтаймын деп балам бәле құрсын, ұйықтама құрсын, стол басыңа құлап кетеді деп ақырағында өзім жасап беріп, өзім бәле қалдым ғой. Солай не керек, екеуі талып ойнап, не керек, екеуі талып ұйықтап қалды ғой. Молодец гүлім дедім да, айлаң іске асты дедім да, балалардан қалған чипсиді әкеліп алдым да турецкий сериалымды қосып қойдым.